Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы қарсы мәнді сын есімдер. Сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен анықтап түзету. Жазба жұмысын пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық нормаларға сәйкес өз бетінше редакциялау. Еске түсірейік, оқушылар өткен ережелерді қайталайық. Етістік дегеніміз не? Етістіктің сұрақтары қандай? Етістіктің неше шағы бар? Оларды ата. Сын есім дегеніміз не? Қарсы мәнді сын есім дегеніміз не? Осы ережелерді есімізде сақтайық. Оқушылар, сіздер Марс жайлы естігендеріңіз бар ма? Марсты неге қызыл ғаламшар деп атаған? Олай болса, видеороликке назар аударайық. Марстағы температураға келетін болсақ, экватордың бойында түстен кейін +30, ал түнде -80 болады. Полюстерде -143 градусқа дейін жетеді. Марста айға ұқсас өзінің серіктері бар. Олар Деймос пен Фобос. Деймосты күніне 2 рет көретін болсақ, ал Фобосты 2 күнде 1 рет қана көрсе болады. Ал Марс неге қызыл екенін білесіңдер ме? Марстың топырағында темір оксиді өте көп. Сол үшін топырағы қызыл болады. Ал қатты жел соққан кездері ол бүкіл атмосфераны қызғылт түске бояп тұрады. Күн жүйесіндегі ең қатты борандар Марста болады. Боранның жылдамдығы сағатына 200 шақырымға жетеді, және сол боран бірнеше апта болып бүкіл Марсқа тарайды. Біздің күн жүйеміздегі ең ірі тау Марста орналасқан. Олимп тауы тіпті ғарыштан да көрініп тұрады. Жақсы оқушылар, әрмен қарай оқулығымыздың 95-ші бетін ашып, 45-ші жаттығуды орындайық. Оқы, төменнен түсіп қалған сөздерді тауып, орнына қойып жаз. Байқоңыр. Оқушылар, ғажап, байқоңыр, ғарышкерлер, жерім деген сөздерді пайдаланып, өлең жолдарын толықтырамыз. 46-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына қарамен жазылған сөздерге қарсы мәнде сөздерді қойып жаз. Жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Бұл жерде қарсы мәнді есімдер жақсы, жаман. Әрмен қарай өзіміз толықтырып жазамыз. Қарсы мәнді есімдерді тауып, астын сыз. 47-ші жаттығу. Берілген сын есімдерді жұптастырып сыз. Мысалға, аласа, биік, қымбат, арзан. Әрмен қарай толықтырып жазамыз. Қандай белгілеріне қарай жұптастырдың? Қарсы мәнді сын есім не үшін қажет? Осы сұрақтарға жауап беруге дайындаламыз. 48-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа айт. Ғаламат ғажап ғасырда, ғарыштадық ғаламға. Жаттап алайық. Үйге тапсырма. Менің қиялымдағы ғарыш әлемі тақырыбында шағын әңгіме жазамыз. Қарсы мәнді сын есімдерді пайдаланып. Назарларыңызға рахмет.